Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге космос деп аталатын өте дәмді дастарханның сәнін келтіретін салаттың рецептісін ұсынбақпын. Бұл видеоны қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп лайк басып қойыңыздар. Ең алдымен біздер қызып тұрған майда етімізді толығымен піскенше қуырып аламыз. Осылай ет қуырылып жатырған кезде дәміне қарай тұзын, бұршын салып қойсаңыздар болады. Одан кейін картоптарымызды осындай үккіштен өткізіп аламыз. Одан кейін осындай қағаз сүлгілерді пайдаланып, картопты суынан толықтай құрғатамыз. Қызып тұрған майда осылай қызарғанша қуырып аламыз. Біздерде барлық ингредиенттер дайын, енді салатымызды тарелкеге жинай берсек болады. Осындай керекті ингредиенттердің барлығын жіңішкелеп турап, тарелкамызға әдемілеп орналастырамыз. Салатқа керекті құралдардың барлығы видеоның астында описаниеде мөлшерімен берілген, сол жерден қарап алсаңыздар болады. Салаттың түрі өте әдемі болып шығады, дәмі де өте дәмді болып шығады. Сіздерге де отбасыларыңызға, үйлеріңізге келген қонақтарға да осы салатты ұсынсаңыздар, бәріне ұнайды деген сенімдемін. Ең соңынан осылай ортасына майонез жағып, дастарханға ұсына берсек болады. Сіздерге осы салатты жасауға кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын.